Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі видеомда өте ерекше салмалы булочка бау тағамымен бөлісетін боламын. Қалай жасалу жолы, не керек, оңай әдістерінің барлығын көрсетемін. Өте дәмді жұмсақ тағам, үй ішіңізге ұнары анық. Ең алдымен қамырымызды дайындап болатын боламыз. Ол үшін бізге жылы сүт, жылы су қажет болады. Суымыздың сәл ғана мөлшерін дрожжымызға салып, одан кейін үстіне жақсы реакция беру үшін шекерімізді салып жақсырап араластырып қоятын боламыз. Сәл 2-3 минут өткен кезде шапочка пайда болады дрожжымызда. Содан кейін бөлек бір ыдысқа жылы суымызды, сүтімізді құйып, оның үстіне татымыңызға қарай тұзыңызды салатын боласыз. Содан кейін дайын дрожжиіңізді үстіне қосатын боламыз. Мінекей осы аталған барлық ингредиенттерден қосылған қоспаны жақсылап араластырып, оның үстіне қамырымыз жұмсақ шығуы үшін 2 ас қасық сұйық май қосатын боламыз. Содан кейін оның үстіне ұнымызды салып, жақсылап араластырып, ең алдымен қасықпен, содан кейін қолдың көмегімен жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Достар, описание бөлімінде қанша грамм ұн, қанша миллилитр су, сүт барлығы толыққанда көрсетілген. Егер де сол көрсетілген мөлшерлерді пайдаланатын болсаңыз, қамырыңыз ешқандай жабысқақ та болмайды, қатты да болмайды, керекті мөлшердегі жұмсақ қамыр шығатын болады. Бірақ міндетті түрде ие қанғанша илеуіңіз қажет. Мінекей жұмсақ етіп қамырымызды дайындап алдық. Енді сәл көтеріліп, тынығу үшін жарты сағаттай уақыт беруіміз қажет. Ол үшін үстіне целлофан пакетімізді жауып, жылы сүлгімен үстін бастырып қоятын боламыз. Көтерілген күткен уақыттың аралығында салмасын дайындап ала берейік. Барлық мөлшері төменде көрсетілген. Ең алдымен етімізді ұзынша жұқа етіп турап алатын боламыз. Етіңіз жалпы негізінен жас малдың еті болғаны дұрыс, себебі бұқтыру барысында тез пісіп, өте жұмсақ болып шығады. Мінекей дәл видеода көрсетілгендей ұзыншалау етіп турасаңыз, қазір барлығы дайын болған кезде, үстіне салмасын салған кезде өте әдемі болып шығады. Мінекей етімізде дайын болды. Еттен кейін пиязымызды жіңішкелеп турап шығатын боламыз. Достар, міндетті түрде каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта оңай деген және дәмді рецепттермен бөлісетін боламын. Егер де осы тағамды жасап, ұнаған болса, өз пікіріңізді қалдыра кетіңіз. Ендігі кезекте болгар бұрышын турап алатын боламыз. Ең алдымен 4 бөлікке бөлеміз. Содан кейін ұзынша етіп турап шықсаңыз, тағамыңызда өте әдемі көрінетін болады. Содан кейінгі кезек сәбізге де келді. Оны міндетті түрде үккіштен өткізіңіз. Барлық құрамы дайын болғаннан кейін табағыңызға сұйық майыңызды керекті мөлшерде құйып, сәл қызғаннан кейін етіңізді салып бастап, жақсылап қуырып алуыңыз қажет. Мінекей осылай жақсылап араластырып отырып, ендігі пістау деген кезде пиязды салып және тағы араластыратын боламыз. Міндетті түрде татымыңызға қарай тұз салуды ұмытпаңыз. Пиязыңыз сәл қуырылып бастағаннан кейін сәбізді де сковородкаға жіберетін боламыз. Жақсылап араластырып, оның да жұмсарғанын күтеміз. Сәбізіңіз жұмсардау деген кезде болгар бұрышын салатын боламыз. Содан кейін міндетті түрде бірден соя соусын құйғаныңыз дұрыс. 3 ас қасықтай қажет болады. Енді сіз өзіңізге ұнаған мөлшерде қосуыңызға болады. Мінекей дайын болуына сәл қалды. Енді 15-20 минуттай бұқтырылып, етінің жұмсарғанын күтеміз. Осы аралықта қамырымызда көтеріліп үлгерді. Мінекей өте жұмсақ болып көтерілді. Жабысып қалмау үшін тақтайымызға ұн себелеп, қамырымызды орналастырып, оқтаудың көмегімен орташа қалыңдықта жайып алатын боламыз. Барлығы видеода анық, нақты көрсетілген. Мінекей керекті қалыңдықта жайып болғаннан кейін кесенің көмегімен осылай кесіп шығатын боламын барлық жерін.
Бау булочкаларымыздың формасы дайын болды. Осындай қалыңдықта болуы керек. Енді ішкі жағына сұйық май жағып шығуымыз қажет. Себебі бір-біріне біріктірген кезде піскеннен кейін жабысып қалмас үшін. Мінекей барлығына сұйық май жағып шыққаннан кейін екі шетін бір-біріне келтіретін боламыз. Сәл ғана бассаңыз жеткілікті. Содан кейін майланып тұрған мантыварканың листтарына бір-бірінен алшақ етіп орналастыруыңыз қажет, себебі пісу барысында үлкейіп, көлемі ұлғаяды, бір-біріне жабысып қалмас үшін. Содан кейін қайнап тұрған мантываркаға бар жоғы 20 минуттың ішінде пісіп шығатын болады. Мінекей мантываркаға орналастырудамын, қақпағын жауып 20 минут күтеміз. Бар жоғы осы достар. Ендеше дайын бау булочкаларымызды орналастыратын боламыз әдемі ыдысымызға. Қараңыздаршы, сондай жұмсақ әдемі болып, тәбетті ашатындай болып піскен емес пе? Енді орта жағына салмасын салатын боламыз. Содан кейін петрушкамен әсемдесеңіз, тіптен керемет болып шығады. Ендігі сәтте қалай жеу керектігін де көрсетіп жіберейін. Мінекей бау булочкаларымыздың ортасын ашып, содан кейін салмамызды салып, аузымызға жібереміз, өте дәмді болып шығады.